Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте сәтті болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Барлық азық-түлік мөлшері описаниеде жазылған. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет болады. Қантымызды саламыз. Ашытқы. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз және бетін жауып қоямыз. Бұл бізде аппара. Көпіршіктер шыққан соң бір жұмыртқамызды салып, оны бірге араластырып аламыз. Шым-шым тұз қосамыз, сұйық май. Илеуден өткен ұнымызды екі бөліп қосамыз. Екі бөліп салғаннан кейін біздің қамырымызға 9% сірке суын қосамыз. Тағы бір рет кішкене езіп аламыз да, жұмсап тұрған сары майды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымыз біткенше қамырымызды жақсылап ұсақ қолмен илеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр шығуы керек. Ыдысымызға салып, үстінен осындай пленка жабамыз және жылы жерге қойып қоямыз. Қақпағын да жауып қоюды ұмытпаңыздар. Бір жарым-екі сағаттан кейін біздің қамырымыз көтеріледі. Пленкамызды алып, осылай қамырымызды қатты қыспай, колбаска етіп созып аламыз да, шамамен 80-85 грамм етіп бөліп аламыз. Менде 14 бөлік шықты. Осы бөліктерді домалатып, үстінен тағы да осылай пленка жауып қоямыз. Шамалы 15 минуттай күтеміз. Қамырымыз сәл жұмсарып көтерілген кезде шамалы ұн сеуіп, оқтамен осылай есіп шығамыз. Мен кішкене сары май жағып, үстіне қант сеуіп, және өзіме даршын ұнайды, сол даршынды септім. Және видеодағыдай етіп, булочкаларымызды түйіп шығамыз. Осы булочкеде мен көкнәрі мен даршынды қолдандым. Сіздер басқа да қойытылған сүт, немесе басқа дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Барлық булочкаді жасап болған соң бетіне орамал жауып, кішкене жарты сағатқа қоямыз. Ол шамалы көтерілу керек. Көтерілген соң бір сары уызға бір ас қасық сүтімізді қосып, араластырып, булочканың үстіне жағып шығамыз. Булочканың бетін әрлегенше біздің пешімізді қосып қоямыз. 180 градусқа пешіміз қызып тұру керек. Менде әсел пеш, шамамен 45-30 минуттай күттім. Сіздер өз пештеріңізге қарайтын боларсыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте сәтті шығатын рецепт. Арнамдағы басқа да рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.